Сабағымыздың тақырыбы алаш идеясы, қозғалысы, ұраны, жаңа атаулар, ақшамдалған және төлтума сөздер емлесі. Сабағымыздың оқу мақсаты жаңа атаулар, ақшамдалған және төлтума сөздер емлесін біледі. Алаш арыстары тіл туралы, тілдің адам өміріндегі орны, төлтума сөздер емлесі. Сабағымыздың мақсаты алаш идеясы мен қозғалысына тарихи тұрғыдан баға беру. Сабағымыздың оқыту нәтижелері: лексикалық құрылымдарды қолданып, орфографиялық нормаға сай көтерілген мәселе бойынша эссе жазу. Бағалау критерийлері: бірінші, мәтінде көтерілген мәселені талдап жазады. Екінші, негізгі ойды ғаламдық мәселелермен байланыстырады. Үшінші, мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай қолданады. Алаш партиясы 1917-1920 жылдары ақпан төңкерісінен соң Ресей конституциялы демократиялық партиясының қазақ мүше тобынан құрылған. 1917 жылы 21-28 шілдеде бірінші жалпы қазақ съезінде Алаш аты партия құрылып, бұл съезде 14 мәселе қаралған болатын. Партияның төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланды. Сабақтың басы: ассоциация, алаш сөзіне түсінік беру. Бірінші топ: Алаш партиясының бірінші съезі. Екінші топ: Алаш партиясының екінші съезі. Үшінші топ: Алаш партиясының бағдарламасы. Сабақ ортасы: пресс-конференция. Сұрақ: егер де сіздер сол заманда өмір сүріп, партияның қандай жұмысына өзгерістер енгізер едіңіздер? Алашорда оқу комиссиясының мүшелеріне тоқталып өтсек: Биахмет Сәрсенұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, Телжан Шонанұлы. Сабақ соңы: алаш қозғалысы 20 ғасырдың басында оянған дәуіріміздің ұлы оқиғасы. Сонау 1920 жылдардағы күйреуге қарамастан алаш идеясы ұлттық мемлекетіміздің іргелі негіздерін қалады және жаңа тарихи жолы, тәуелсіз Қазақстан жылдары қайта жаңғырды деген оймен келісесіздер ме? Үйге берілетін тапсырма: эссе жазу. Тақырыбымыз алаш арыстары.